Қайырлы таң баршаңызға. Баршамызға осы ананың ақ батасы интенсиві қайырлы білім болсын. Бүгінгі біздің ең финиш, ең өте біздің интенсивке келудегі ең күшті тақырыптарымыздың бірі, жақсы алгоритмдеріміздің бірі, және менің ең сүйікті алгоритмдердің бірі ананың ақ батасы алгоритмі. Яғни бүгінгі алгоритмді біз баламызға арнап салатын боламыз, баламызға арнап жасайтын боламыз. Яғни баламыздың болашағына ақ батамызды, разылығымызды, ризашылығымызды беретін боламыз. Және болашағының жоспарын ойша қағаз түрінде құратын боламыз. Әрине бұны біздің баламыз білу міндетті емес, және балаңыз қанша жаста болуы да маңызды емес бұл алгоритмде. Мүмкін 1 жаста шығар, мүмкін 5-6 айлық шығар, 1-2 айлық шығар, мүмкін 20 жаста шығар, мүмкін 30 жаста шығар. Айырмашылық. Ең бастысы сіз ана ретінде өзіңіздің разылығыңызды, ризашылығыңызды, энергия, ресурсыңызды беретін боласыз осы алгоритм арқылы. Так, алгоритм бастамас бұрын міндетті түрде 2 минуттық жаттығу жасаңыздар. Ішкі жан дүниеңіздегі балаңызбен байланыс жасаңыздар, көзіңізді жұмып арқылы. Содан кейін барып біздің алгоритмді бастаймыз. Міндетті түрде 2 минутта жаттығу, міндетті түрде болу қажет. Так, бастамас бұрын қыздар, мен сіздерге айтайын. Ананың ақ батасы ол біздің аялы алақанымыз. Осылай қазір біз өз қолымыздың суретін осылай түсіретін боламыз. Осылай ақ батаның суреті. Бұл діни тұрғыда да біз алақанымызды жайып, Алладан сұраймыз, Аллаға жеткіземіз. Иероглификаны алгоритмден салып жүрсеңіз байқасаңыздар, Алланың жолы деген мироления бар, ең соңында бір жүргізіп қоятын. Сол сияқты сондай қазір біз қазір өзіміздің осы алақанымыз арқылы өзіміздің аялы балдарымызға ақ батамызды, ризашылығымызды, өмірінің, олардың болашағын жақсы позитивке қарай жоспарлайтын жұмыс жасаймыз да. Ең соңында осы айтқан нәрсенің барлығы Алланың құлағына шалынсын, Аллаға жеткізілсін деп Алланың жолын салатын боламыз. Қыздар, қараңыздар, біз қағазға былай түсіріп, былай бата қылып түсіру, былай қою удобно, но бірақ бата қылып жасау, оны сызу ыңғайсыз да. Поэтому сіздерге рекомендация етемін, бірінші былай жасаймыз. Қараңыздар, былай жасасақ та қол баспаймақ былай түседі. Сондықтан қолымызды былай сызып аламыз. Бірінші осы қолымызды, екінші мына қолымызды сызып аламыз. Осылай лаз болса саусақтарыңыз алшақтау сызыңыздар. Хорошо? Солай біз не қылып аламыз, сызып аламыз. Қараңыздар. Саған, алғашқы саусағым. Екіншісін бұлай қойып сызып аламыз. Ыңғайсыз, бірақ асықпаймыз. Что кейін коррекция жасай береміз. Ол өзің бір жет дұрыс болмағыз. Біздің алақандарымыз, осылай аяқтап қоямыз. Осылай алақандарымыз сызып аламыз. Екеумізді үстінен сызамыз. Егерде жаңағы ұнамайтын жерлер болса, исправить етіп, реттестіріп, бір басып шығамыз маркермен. Біз осы алақандарымыз арқылы балаларымызға ресурсымызды жібереміз, батамызды береміз. Аналар, жалпы біз өміріміздің сценарийін ойлап қараңыздаршы, өздеріңіз кім. Мысалы, менің сценарийіме қарасам, мама постоянно айтатын, менің кішкентай кезімде айтады, менің қызым университетте жұмыс жасайды, мұғалім болады менің қызым, ағаларының барлығы дерлік, ой, Айзатжан оқуының мәселесін не істейміз, мына бала інілерін жайғастыр деп, мен қызыма барлықтарын күндерін түсіп барып тұратын боласыңдар деп айтатын еді, мама постоянно. И мен каким-то образом мен медицина саласын таңдаймын ғой, білімді таңдамаймын, медицинаны таңдаймын. Мамам түсіргісі келмейді мен медицина, бірақ менің қалауыма шектеуде қойғысы келмейді. Сонымен бүкіл бала шағаңызды
бәрін мұғалімдік оқыдыңыз ғой, енді мен мұғалім болғым келмейді мама, мен басқа мамандық таңдағым келеді деймін. Қандай мамандық дейді, мен медицинаға түскім келеді деймін. Еще әшейін медицина емес, авиационный салада жұмыс істейтін медик болғым келеді деймін. Сонымен бізде Шымкентті білесіздер ғой, абитуриент жинау бойынша, ойбой, не айтпайды. Сонымен бір апайға жолықтық, сөйтіп ол апай айтты, бізде авиационный колледж ашылды. Именно сіздің қыздарыңыз сияқты қыздарды сондай дайындайтын колледж ашылды. Соның ішінде медицинский образование бар, соған тапсырсаңыздар болады деді. Сөйтіп, оказывается, кейін Ибн Сина атындағы медицинский колледж болып шықты ғой. Сөйтіп, сонымен не керек, прям не істейді, барып тапсырам, оқуға түсем. Ол колледж ұнамайды, түрлі сынға түсе бастаймын ғой. Ол колледж ұнамайды жүреді. Ол колледжді мен Түркістанға ауыстырамын. Мен ешкімге ақша бермей, өз күшіммен оқығым келеді. Поэтому мен Түркістанға ауыстырамын деймін. Сөйтіп ауыстырып кетемін, бірақ сол жерде бір моргке кіріп құлаймын. Содан талма болып қаламын, есімнен танып қаламын. Содан ақырында айналып келген кезде мен ол колледжден оқудан шығамын да педагогический направлениеге түсем ғой, ауысам. Сөйтіп педагогтыққа ауысам, содан педагогтың психология саласын таңдаймын. Психологияға оқуға түсем, колледж бітірем, бакалавр бітірем, сосын магистратураны бітірем, сөйтем да университетке жұмысқа тұрамын ғой. Көрсіздер ма? Менің анамның сценарийі сондай тұғын. Шын мәнісінде тура мамам айтқандай, ағаларым, әпкелерім барлығы, туысқандарым барлығы келді. Айзатжан, не істейміз? Балаларың қай жақ қарай оқуға түсірсе грант болу мүмкіндігі бар деп жаңағы анализ жасаймыз ғой, грантқа түсуін. Сол анализ жасап бересің ба деп келген адамдардың саны өте шексіз болды да. Тура анам қалағандай болды, анам айтқандай, анам кішкентай кезімде айтатын сөздердің бәрі алдымыздан келді да. Сондықтан, бірақ неге өміріміз идеально болмайды қыздар? Сіздердің де, біздің де, менің де. Өйткені біздің анамыз қағазға жазып, күнделік арнап, күнделік жазып, қазір күнделік жазып бастаған шығарсыздар, иә? Ертең эфирде тағы толығымен ол туралы түсіндіретін боламын. Жаңа күнделік жазып, сондай нейрографика сияқты бір ғылыммен айналысып, өзінің мышлениясымен, өзінің ресурсымен айналысып, өзінің внутренний ребенок мамасымен байланысын арттырып, соның жиналған ресурстарын баласына жіберіп деген сияқты жұмыстар жасаған жоқ. Поэтому біздің өміріміздің сценарийі өзгеше болып шықты. Бірақ қаласаңыздар, көп сценарийіміздің мөлшерін жазып беретін анамыз, иә. Біздің ішкі халіміздің, біздің состояниеміздің барлығын жазып беретін, эмоциональный күйімізді жазып беретін, ресурсын автоматически жіберіп отыратын, иә, белгісіз күш арқылы, иә, жіберіп отыратын ол біздің аналарымыз. Сондықтан сіздер қазір анасыздар. Ана болғаннан кейін осы интенсивті қарап отырсыздар, осыны салып бастап отырсыздар. Бір нәрсені түсініңіз, балаңыздың болашағы, балаңыздың өмірі ол сіздің қолыңызда. Сіздің қолыңызда. Сіз егер дұрыс сценарий құра алсаңыз, иә, дұрыс сценарий құрып, оны Аллаға жіберетін болсаңыз, иә, орындалуына вселенная деп айтамыз ғой, орындауға жіберетін болсаңыз, міндетті түрде өміріңізде басқаша көріністер орын табады. Яғни өзгеріс болады. Так, қыздар, уақыт созбайық. Өз бастысы түсініп тұрсыздар, иә, өздеріңіз екен, сценарийдің күштілігі де өздеріңіз екен. Сосын мына егер бұрыштар сіздерге ешқандай нәрсе агрессия сосын қажет жоқ, бұл біздің аялы алақанымыз, иә. Енді қараймыз. Осы жерден, тура осы центрден өзіміздің баламызға фигура беретін боламыз. Егер нейрография салып жүргенде болсаңыз, өз нейрографиядағы фигуралар бар, өзінің мағыналары да бар. Мысалға, мен көбіне үшбұрыш таңдағанды өте жақсы көремін. Өйткені үшбұрыш ол моментальный ресурстар, моментальный шешімдер тез орындалуына, эффективно орындалуына әсер ететін бұрыштардың бірі. Қараңыздар, мен тура осы жерге егер бұл қазір салып алдыңыздар, біріңіз дөңгелек салуыңыз мүмкін, біреуіңіз жаңағы не салуыңыз мүмкін, не дейді, төртбұрыш салуыңыз мүмкін, біреуіңіз круг салуыңыз мүмкін, білмеймін. Мысалға, маған более ұнап тұрғаны қазір осы жаңағы не үшбұрыш ұнап тұр, маған мысалға. Кейін обычно бұл бұрышты мен үлкейтуім мүмкін, немесе басқа фигураға ауыстыруым мүмкін. Қаласам, егер мен көңілім айнып қалатын болса, ауыстыруым мүмкін. Сондықтан қазір бастапқы салып жатқан фигураңыздан өзгеріп кетуі мүмкін, қыздар. Поэтому қатты бұған аса мән бермеңіздер. Белгілі қай фигура ойыңызға түседі, сол фигураны сала беріңіздер, иә. Так, енді қыздар, мынау сіздің балаңыз, иә, сіздің алақаныңызда тұрған балаңыз. Енді осының баламызға арнап жазып қойсаңыздар да болады, балаңыз балам деп. Бірақ мен особо қатты міндет көрмеймін, жазуды маңызды деп санамаймын. Ол мен подсознаниемда жазылып тұр. Енді қараңыздар, мен өзімнің алғашқы саусағым арқылы, өзімнен алақанымнан бастап, мен қазір нейрографический линия жүргіземін, иә. Маркердің жіңішке жағын алып, нейрографический линия жүргіземін, иә. Қараңыздар, өзімнен шығады.
нейрографический линия жүргіздім. Бұл нейрографический линия менің алақанымнан баламмен бірге, балам қолымда тұр ғой, қолымда тұрған баламнан менің алақаным, жылы алақанымнан ресурс жүріп, нейрографический дамытатын, күш беретін ресурс өтіп жатыр. Каждый қиылысқан жерлердің бәрін сызып шығам. Сызып отырып, ойланыңызшы, балаңыздың қандай жақтан дамығанын қалайсыз. Одан кейін мынандай нәрсені аулақ болыңыздар. Тек қана сен мұғалім болуың керексің, тек қана сен мынандай нәрсе болу керексің деген нақты приказ нәрсе емес, бағыттау жағына мән беріңіздер. Мысалға, мен өзімнің қызымның дәл қазіргі шығармашылық бағытта дамығанын қалаймын. Шығармашылық, қызымның, мысалы, мен қызым арнап салып жатырмын да, шығармашылық жағынан дамығанын қалаймын, шығармашыл болғанын қалаймын. Яғни ол қазіргі таңда эстрада вокалмен айналысады, өзі оның практикасында тоже бар, нейрографика салып жүріп. Вообще біз мұғаліммен бірге күтпегенбіз бұлардың. Қызымның несін гран-при алады, бірінші орын алатын, бірінші орын алып қойып, бірінші барған кезде бірінші орын алатын мүлдем сенген жоқпыз. Себебі біз жаңадан басталған, жаңадан жүріп, жаңадан осы нені салып қатысып жүрген, эстрада вокалға қатысып жүрген қыз болғандықтан, біз мұғалім айтты, сіздер опыт жинайсыздар, сіздерді бұл международный конкурсқа мен опыт жинау үшін әкеліп жатырмын, неге орын алмадық деп қапагершілік болмасын деді. Сосын біз де айттық, бастағанымыз кеше ғана ғой, біздің ешқандай неміз жоқ дедік те. Енді ата-аналар тұрмыз ғой, біраз ата-аналар ғой, ертіп барған ата-аналарым сөйтіп айтып отыр. Сөйтіп сол трио тұғын сол кезде. Сөйтіп сонымен біз бақыл бопты дейміз, бірақ қызым күнде нейрографика салады. Мен салып жатқан кезде, күнде не салып жатсың сен? Конкурстан бірінші орын аламын деп салып жатырмын деп айтатын. Постоянно. Өзі кішкентай ғой тағы да. Сөйтіп сонда ойламаған жерден біз бірінші орын алдық қой. Қандай айтса, Монкей деймін, бір маймылдар туралы ән тұғын әйтеуір. Сөйтіп бірінші орын алып кетеміз. Үйге келіп қарасам, нейрографикасының бәрінде бірінші орын аламын. Мен бірінші орын аламын. Мен осындай атаулы конкурсқа барып, бірінші орын аламын деп нейрографика сала берген ғой. Апайы шок жаңағы. Енді высший уровеньде ән айтып шығады, енді керемет орындап шығады. Сол сияқты жаңағы оның қызымның опытында бар да, эстрада вокал и вокалист. Сондықтан мен қызымның шығармашылық жағынан тастап кеткенін қаламаймын осы бағытта да. Осы шығармашылық жағынан дамыса екен, оның бір жағынан оның психикасына өте пайдалы. Өйткені қыз баланы шығармашылыққа беретін болсаңыздар, ішкі айта алмай жүрген күйзелісін, несін ән арқылы, шығармашылық арқылы шығарып отырады. Поэтому ол қызыма өте маңызды болып табылады мен үшін да. Поэтому шығармашылық жағын дамытқанын қалаймын. Сондықтан мен қазір осы жерге қараңыздар, мына саусағымның тұсына мен круг сызамын. Дөңгелектермен бейнелеп отырасыздар. Круг сыздым. И бұл менің қызымның шығармашылық жағынан толыққанды дамығанын қалаймын. Яғни болашақта сіздер айтып отырсыз, мен саған қызым, болашақта сенің осы шығармашылық арқылы үлкен жетістіктерге жеткеніңді қалаймын. Үлкен жетістіктерге жетесің. Мен саған өзімнің аяулы ақ батамды беремін. Сенің осы салада биік белестерді бағындырасың, шетелдік конкурстарға қатысасың. Бұл жаңағы өзінің арманы бар ғой, әрбір бала шағамыздың білеміз ғой. Жаңағы шетелдік конкурстарға қатысасың. Сен өте жауапкершілігі жоғары, өте сауатты эстрадалық вокалист боласың деп осылай жаңағы не айтып отырыңыздар, сен осындай маман боласың, осындай салада осылай дамисың деген сияқты айтып отырыңыздар. Мен өздеріңізді представлять етіп отырыңыздар, сіздің қызыңыз, мысалы менің қызым, осы саланың маманы, эстрадалық вокалист, үлкен шетелдің сахналарында жүр, визуализация жасап отырыңыздар. Каждый нейрографика сызғатқан сайын оның визуализациясын жасап отырыңыздар, міндетті түрде жасап отырыңыздар. Егер нейрографический линия аз десеңіз, қосыңыз. Маған мысалы аз сияқты көрініп жатыр, поэтому мен қосқым деп жатыр, осы жерде көбірек энергия болған қалаймын. Көбірек осы жаңағы шығармашылық бағытта көбірек жақсырақ дамыған қалаймын. Көбірек ресурсын бергім келеді. Не үшін? Балалық шақта мен мысалы эстрада саласының маманы болғым келген, бірақ қызымды ойлайтын мен,
таланты болса болады, болмаса болмайды деп. Бірақ менің қызым туылғаннан кейін, тілі шыққаннан 2 жасынан бастап менің қызым ән айтуға деген құмар еді. Микрофон ұстап алып жүгіретін ән айтушы. Содан бағытына қарай осы саланы таңдадым. Бұл менің генетикамда, менің подсознаниямдағы бір армандаған бір салам болатын. Поэтому көбірек ресурс бердім керек осы салаға. И сызып отқан кезде міндетті түрде елестетіңіздер. Сіздің не болды маркерім? Сіздің перзентіңіз сол салаға жетіп қойды. Сол саланың маманы қандай сезім болып жатыр? Қандай нәрсе орын алып жатыр? Қуаныш сезімдер оянады. Қуанамыз ғой. Біз қараңыз, өзіңіз сіз армандағандай, сіз қалған балаңыздың жетістікке жетіп жатыр. И сіздің ойыңыз, мысалы мен сахнада, қызым үлкен сахнада жүр, вокалист болып жүр, жаңағы түрлі әндерді, үлкен диапазондағы әндерді орындап жатыр, дауысты ең керемет мысалға да, үлкен дауыс, үлкен ноталарды көтеріп жатыр. И менің сезімім қандай? Мен прям қуанып тұрмын, бақытты болып тұрмын. Сол жерде мен сахнаның бұрышында тұрмын, и мен бақытты болып тұрмын. Сол жерде жаңағы қуаныштан көзіме жас келіп тұрмын, қандай эмоция келіп тұр, соның бәрін елестетіп отырып салыңыздар. Не округление жасап отқан, міндетті елестетіп отырыңыздар. Өйткені біз мынау нейролиния арқылы біздің ресурсымыз уже балаға кетіп жатыр, энергиямыз уже балаға кетіп жатыр, балаға барып жатыр уже. Бала оны қазір мысалы постепенно өмірінде оны сіздің энергияңызды пайдаланатын болады. Осы қазіргі жіберіп жатқан энергияңызды сол нәрсеге бағыт бұрған кезде, өз сол нәрсеге қарай жүрген кезінде сіздің осы ресурсыңыз оған көмекке барады. Қыздар, осы ресурсымыз баратын болады баламызға. Ол сол ресурс арқылы өзінің энергиясын толтырып қоректендіретін болады. Оған шын не керек? Осы салада жаңағы осы қазір нейрографический линия арқылы сіздің жаңағы елестетіп жатқан эмоцияларыңыздың бәрі бір тағам сияқты болып барады ғой оған. И ол сол арқылы қоректеніп, ол одан әрі осы салада дамитын болады. Оңай әрі тез дамитын болады сол салада, сол бағытта, сол качествосын арттыратын болады. Мысалы, не только бір жаңағы шығармашылық жағынан дамыту качествосы, и қазір біз басқа да качестволарын салатын боламыз баламыздың. Сол кезде сол салада, сол жерде жүрген кезінде біздің энергиямыз әсер етіп отырады баламыз, қоректендіріп отырады. И сіз после этого алгоритма балаңызды уайымдамасаңыз болады, өйткені сіздің ресурсыңызбен ол қоректеніп отыр, ол сіздің ресурсыңызбен дамып жатыр. Міне қараңыздар, менің қызымның шығармашылық бағытының качествосын дамытатын өзім круг арқылы қойдым. Екінші кругта мен тура осы жерге сызғым келіп тұр. Оның окружениесінде өзі үшін адал болатын жақсы достар тапқанын қалаймын. Жақсы достар болған қалаймын. Өйткені шынайы адал жақсы досы болатын болса, менің жаңағы қызым ешқашан далада қалмайды, оның окружениесінде жақсы достар болатын. Сондай бір шынайы достар болсыншы оның өмірінде, который ол үшін кез келген сәтте оған жанынан табылатын, оны всегда қолдайтын, оны всегда жаңағы жетелейтін сондай бір достар болған қалаймын. Не өзімнің алақанымнан мен қызым Арайлымның жанында өзі үшін, өзін кез келген сәтте де сенім арта алатын шынайы достары бар. Тура осылай нейрографический линиямыз жүргіземіз. Менің қызымның қасында ол өзі қалайтындай, өзі ақ көңіл, өзі сияқты ақ көңіл, шынайы, әрдайым оған мотивация беретін, психологически, морально қолдайтын достары бар. Мына жерден қараңыздар, көп линия шығарып жібердің, қажет жоқ. Мына линиялардың үстінен жүргізе береміз. Солай каждый нейрографический линиямызды жаңағы жасап не қылатын боламыз. Ресурсыңыздарыңызды жіберіңіздер, өздеріңіз сөздеріңізді айтыңыздар, жіберіңіздер. И каждый қиылысқан жерде істеп жатқан кезде представление жасаңыздар. Сіздің балаңыздың жанында өте сенімді достары бар. Достар прям оны әр іс бастамасында оны қолдайды, елестетіп отырыңыздар. И міндетті түрде елестетіп, сезіну міндетті, қыздар. Айттым ғой жаңа, сол сезіну арқылы баламыз болашақта дос тапқан кезінде, ол сіздің ресурсыңыз арқылы солай шынайы достар өмірінде пайда болатын болады. Міндетті түрде представление жасап отырыңыздар. Қыздар, бұл мощный алгоритм, біздің таза эмоциямызбен жұмыс жасайтын алгоритм. Сезініңіз, не сезініп жатсыз, өз-өзіңізге сұрақ қойыңыз, не ойлап жатсыз қазір, қалай болып жатыр, өйстіп айтқан кезде қандай сезім туып жатыр, жаңағы
соның бәрін елестетіп отырыңыз. Сіздің балаңыздың өмірінде қандай күшті бүйтіп